Сәлеметсіңдер ме екінші сынып оқушылары? Көркем еңбек сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақты жүргізетін мен Есенқабылова Салтанат. Балалар, қанекей барлығымыз шаттық шеңберіне тұрайық. Бірге өлең жолдарын атайық. Гүл өсірсең терлеп, мұның аты еңбек. Кесте тіксең зерлеп, мұның аты еңбек. Сабағыңды жөндеп, әзірлесең еңбек. Қиындықтың бәрін еңбек қана жеңбек. Жарайсыңдар оқушылар, ендеше алдыңғы білімімізді еске түсірейік. Ол үшін ортуал бағдарламасы арқылы түскен кездейсоқ сандарды алып, сол бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Оқушылар, ендеше кездейсоқ сандар арқылы өзімізге берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Алғашқы бізде бір санына сәйкес алғашқы сұрағымыз сұлба дегеніміз не? Қанекей жауап береміз. Келесі сұраққа жауап берейік. Екі санына сәйкес сұлба жасау шебері кімді білесіңдер? Сұлба жасау шеберлерін ата. Келесі сұрақ. Оқушылар, тақтадағы суретке назар аударыңдар. Мына жануарларды ата. Сендер оларды қалай білдіңдер? Барлықтарың сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз сұлба жасау жолдары. Бүгінгі сабақта сендер сұлба жасау жолдарын білесіңдер. Практикалық тапсырма орындайсыңдар. Сұрақтарға жауап беріп, таныстырылым жасайтын боласыңдар. Балалар, барлығымыз тақтаға назар аударайықшы. Не көріп тұрмыз? Балалар, суреттер арасынан қандай айырмашылық байқадыңдар? Жалпы сурет дегеніміз не? Осы жерде бірыңғай сурет көріп тұрмыз ба? Сурет пен сұлба арасында қандай айырмашылық байқадық? Демек, балалар, сендер сурет пен сұлбаны ажырата аласыңдар. Жарайсыңдар, сұрақтарға барлықтарың дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Балалар, біз бүгін сұлба жасаудың жолдарымен танысамыз. Сұлба жасау жолдарының бірі қара тушпен салу. Сұлбаны қара фломастермен немесе тушпен тұтас бояу арқылы салуға да болады. Сұлба жасаудың тағы бір жолдарының бірі аппликация. Аппликация жасау үшін қара түсті қағазға адамның бейнесін салып, қайшымен қиып ал. Денесі, басы мен мойны бөлек жасалады. Аяқ-қолдарын екі бөліктен жаса. Өйткені олар бөгілуі керек. Барлық бөлшекті ақ не түсті қағаз парағының бетіне қой. Оны қозғалысты білдіретін белгілі бір қалыпқа келтір. Егер композиция ойыңдағыдай шықса, оларды ұқыптап желімде. Балалар, білесіңдер ме? Сұлбаны қағаздарды жырту арқылы да жасауға болады. Ол үшін пішіндерді қайшымен қимай, қолыңмен жыртасың. Сонда қызықты бейне шығады. Келесі сұлба жасау жолдарының бірі ол кляксография. Кляксография ең қызықты сұлба жасау жолы. Қағаз бетіне тушты тамызып, адамның бейнесі шығу үшін оны жан-жаққа жағасың. Сонда қызықты әрі күтпеген адам бейнелері шығады. Бұл жұмысты орындау үшін дәлдік, ептілік және ойдың ұшқырлығы керек. Балалар, берілген ақпаратты есімізде сақтап аламыз. Ендеше сергіту сәтін жасап алайық. Көңіл-күй жақсы болса ұршапалақ. Көңіл-күй жақсы болса ұршапалақ. Көңіл-күй жақсы болса ұршапалақ, шапалақ. Көңіл-күй жақсы болса ұршапалақ. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп, жерді теп. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп. Оқушылар, барлығымыз бір сергіп алдық деп ойлаймын. Ендеше тапсырма орындайық. Сүйікті спорт ойыным сұлбасын жасаймыз. Ол үшін бүгінгі өтілген сұлба жасау жолдарының кез келген бір түрін алып, өзіміздің спорт ойынымыздың сұлбасын жасаймыз. Қанекей, жұмысқа кірісейік. Жасаған жұмыстарыңда мұғалімдеріңе көрсетуді ұмытпаңдар.
Балалар, ендеше жасаған жұмысымызды таныстырылым жасайық. Ол үшін жигсу әдісі арқылы топта таныстырылым жұмысын жүргіземіз. Сүйікті спорт ойының тақырыбына жасаған жұмысың туралы айтып бер. Оны қандай тәсілмен орындадың? Қандай жолмен жасадың? Қандай ойын түрін бейнеледің? Балалар, сендер өздерің білетін ойын түрлерін атаңдаршы. Достарыңмен бірге қандай ойын ойнайсыңдар? Жарайсыңдар оқушылар, барлықтарың сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Ендеше бір-бірімізді бас бармақ әдісі арқылы бағалап өтейік. Балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтау үшін кір жаятын жіп ойынын ойнаймыз. Кір қыстырғыштарда көрсетілген суреттерді алып, сұрақтарға жауап береміз. Алғашқы сұрағымыз, сұлба дегеніміз не? Келесі сұрақ, сұлба жасауда не нәрсеге басты назар аударылады? Сұлба жасаудың қандай жолдарын білесіңдер? Кляксография дегеніміз не? Барлықтарың сұрақтарға жауап бере алдыңдар деп ойлаймын. Ендеше балалар, бүгінгі сабаққа кері байланыс жасайық. Егер сабақ саған ұнаса және тапсырманың барлығын сәтті орындаған болсаң, желкеңді жасыл түске боя. Егер сенде сабақта белгілі бір қиындықтар кездестірген болсаң, сары түске. Ал сабақ барысында тапсырмаларды орындау қиын болып, мұғалімнің көмегі қажет болса, қызыл түске боя. Егер қаласаң, кемені де бояуыңа болады. Оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.